Биылғы 10 айда Қазақстан экономикасының өсу қарқыны 2,5%-ға жетті, дегенмен инфляция өсімі де жеделдеген. Әсіресе қазан айында бүгін үкімет отырысында премьер-министр баға тұрақтылығы бойынша әкімдіктердің жұмысын сынға алды. Толығырақ үкімет жиынына қатысқан әріптесім Шерхан Жамбылұлынан сұрап білсек, Шерхан, еліміздің биылғы экономикалық көрсеткіштері қандай? Қайырлы күн, саламат, қадірлі көрермендер. Бүгін қаржыгерлер күнінде үкіметте еліміздің 10 айдағы даму мен бюджеттің атқарылуы талқыланды. Бірінші болып ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантаров баяндама жасады. Оның мәліметтеріне қарағанда биыл Қазақстанда барлық телек салада өсім жақсы. Мәселен, нақты сектордағы өсім 2,8%, қызмет көрсету саласына 1,6%, ал негізгі капиталға салынған инвестициялардың өсу қарқыны 6,7% құрады. 10 айда 11,7 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Тау-кен өндіріс өнеркәсібінің қарқыны сәл баяулаған. Экономикалық көрсеткіштер бойынша фаворит өңірлер мен аутсайдерлерде айтылды. 7 өңірде, атап айтқанда Қостанай, Ақмола, Жамбыл, Шығыс Қазақстан, Қызылорда облыстарында және Алматы мен Шымкент қалаларында барлық сала бойынша өсім бар. Ал Ұлытау, Абай және Маңғыстау облыстарында өсу қарқыны ең төмен болып шықты. Премьер-министр әкімдер мен министрлерге инвестиция тарту мен жұмыс орнын ашу бойынша жұмысты күшейтіп, бағаны бақылауда ұстауды тапсырды. Бағаның өсуін тежеу жұмыстарын тұрақты бақылауда ұстау керек. Биылғы жылдың қазан айында инфляция өсімі жеделдеді. Бұл процеске азық-түлік тауарлары бағасының өсуі айтарлықтай әсер етіп отыр. Бұл бірінші кезекте әкімдіктер тарапынан қабылданып жатқан шаралардың жеткіліксіз екенін көрсетеді. Ал бюджеттің кіріс шығысы туралы Ерлан Жамаубаев баяндады. Биыл мемлекет қазынасына 12 триллион 427 миллиард теңге түсті, дегенмен миллиардтаған теңге игерілмей қалыпты. Мәселен, республикалық бюджет бойынша 278 миллиард теңге игерусіз қалған. Бұл бойынша индустрия және инфрақұрылымдық даму, ішкі істер, төтенше жағдай және оқу ағарту министрлігінің көрсеткіштері төмен. Ал өңірлерге бөлінген 520 миллиард теңгені әкімдер игере алмай жатыр. Ең көп игерілмеген сома Астана қаласы, Маңғыстау, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарында. Салмат, әзірге мәлімет осы, кешкі жаңалықтарда тарқатып айтамын. Рахмет, Шерхан.